Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктер еліміздің бірнеше өңірінде ескерту жариялады. Қазгидромет синоптиктің елімізде 9 өңірінде дауылды ескерту жариялады. Көкшетау қаласында жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 метр секунд болады. 19 желтоқсанда Ақмола облысының оңтүстігінде шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде шығысында 15-20 метр секунд, ал күндіз екпіні 23 метр секунд болған жел күтілуде. 19 желтоқсан Түркістан облысының оңтүстігінде таулы аумақтарында тұман түседі. Солтүстік шығыстан жел соғады. Тау асуларында күші 15-20 метр секунд болған жел соғады. 19 желтоқсан күні сағат батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде көйғақ күтілуде. Жел оңтүстік-батыстан соғады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 метр секунд болған жел соғады. Орал қаласында 19 желтоқсан күндіз көктайғақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады. Күндіз екпіні 18 метр секунд. 19 желтоқсанда Атырау облысының батысында тұман мен көктайғақ күтілуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.